Не үшін саяхаттау керек, көп сұрақ келеді. Өйткені біз жылына, Құдай қаласа, мен осы бір жылда уже 8 мемлекетке шығып жатырмын да. Бұл деген жаңа эмоция ғой, достар. Мына қараңыз, мынандай қызықтар болады. Біз бәрімізді жұмыста коллегаларымыз бар, достарымыз бар, туыстарымыз бар. Шетелге кетіп жатыр ғой, 1 апта, 2 апта, 10 күнге барады. Бірақ олар барады да, қайтып келген кезде екеуіңіздің уақыт пространство екі түрлі жүреді. Сіз олардың барып келгенін байқамай да қаласыз да. Ал олар саяхаттаушы сол кезде бір күнде 10-15 шақты эмоция алады, түрлі эмоциялар. И оның уақыты бар ғой, өте жай өтеді. Ол көп нәрсені жүгіріп өтуі мүмкін, бір күнде көруі мүмкін да, бірақ уақыты әлі обед болмаған болуы мүмкін да. Ол келеді да сізге іші толып айтады, мен анда болдым, мынаны көрдім, ананы істедік. Өйткені ода эмоция көп та, ол көп деген нәрсені көріп келді. А сізде не болды? Таңертеңнен кешке дейін жұмыстан кейін үй, пленка қайталанып жатыр. Сол үшін жаңа эмоциялар үшін өмір сүруіміз керек, достар. Сол үшін біз еңбек етуіміз керек, сол үшін жұмыс істеуіміз керек. Ол дүниені Сұлтан Сүлейман да алып кете алмаған. Сіз қайта алып кетесіз оны.